Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз мұғалімдерге арналған тесттердегі небір қиын тақырыптардың бірі бірінші дүниежүзілік соғыс туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді сабағымызды бастайық. Бірінші дүниежүзілік соғыс бізде 1914-1918 жылдары болған бүкіл әлемдік қақтығыс еді. Ол жерде бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі күш болды. Біріншісі ол үштік одақ деп аталды. Оның құрамына Германия кірді, Австро-Венгрия кірді және Италия кірген еді. Кейіннен Италияның шығуы нәтижесінде бұл одаққа бізде Осман империясы кіреді және Болгария кірді. Нәтижесінде бізде үштік одақ емес, ол төрттік одақ деп аталды. Екінші бір қарама-қарсы күш ретінде біз Антантаны атаймыз. Оның құрамында бізде алғашқы кезде Франция болды, Англия болды, Ресей болды. Кейіннен бұл Антантаның құрамына бізде Жапония да қосылды. Бұл Антантаның құрамына бізде ақш та қосылған еді. Және де басқа да еуропалық мемлекеттер болды. Жалпы бірінші дүниежүзілік соғыс басталғанға дейін бүкіл әлемде енді отарлар үшін соғыстар болып жатқан еді. Мысалға 1898 жылы болған Испан-Американ соғысын атасақ болады. Соғыстың нәтижесінде бізде Американың құрамына, яғни ақш-тың құрамына Гуам аралы, Филиппин аралдары, Пуэрто-Рико мен Куба кірген еді. Яғни ақш бұл территорияларды жаңағы Испаниядан тартып алды. Сонымен қатар 1899-1902 жылдары ағылшын бор соғысы болды. Жаңағы оңтүстік Африкада орын алған бұл соғыс нәтижесінде Трансвааль мен Оранжевая деген екі республика Британия империясының құрамына кіріп, көп ұзамай оңтүстік Африка доминионына берілген еді. Сонымен қатар Францияда енді кезекте жаңағы Марокконың территориясын тартып алған болатын. Сонымен қатар бізде 1904-1905 жылдары қиыр шығыста Жапония және Ресей арасында соғыс болды. Бұл соғыстың негізгі мақсаты осы қиыр шығыстағы ықпал ету аймақтарын қайта бөлісу еді. Соғыс нәтижесінде бізде Жапония жеңіске жетті, және де ол оңтүстік Манчжуриядағы өзінің ықпалын күшейтеді. Және кейіннен 1910 жылы өзіне Кореяны бағындырған еді. Осылайша Жапонияға Қытай мен оңтүстік шығыс Азияға жол ашылды. Және ол болашақта осы жерлерді жаулап алуға кіріседі. Соғыс жаңағы Ресейдің әлсіздігін көрсеткен еді. Сонымен қатар Ресей уақытша болса да ірі державалардың қатарынан шығып кеткен еді. Осы 1899-1902 жылдар аралығында ағылшын бор соғысы болып жатқан кезде Германия біздің болашағымыз теңізде деген ұран жариялайды. Сол кезіндегі Германияның императоры 2-ші Вильгельм жаппай неміс флотын жасауға бар күшін салған болатын. Және де ол болашақта Ұлыбританиямен бәсекелестікке түсуге мәжбүр болды. Сол сияқты 1911 жылы Франция Марокконы басып алған кезде жаңағы оның көршісі болған Италияда бейбараққа тұрған жоқ. Ол Африканың солтүстігіндегі Триполитания мен Киренаика, яғни бүгінгі Ливияның жерлерін отарлауға кіріседі. Әрине, бұл екі аймақ басқа бір мемлекеттің құрамында болған еді. Ол Осман империясының құрамында болды. Және де 2 жылғы соғыс нәтижесінде 1911 жылы 29 қыркүйекте бастаған соғыс Лозанна деген келісіммен аяқталады. Ақыры Триполитания мен Киренаика Ливия деген атпен Италияның құрамына кіреді. Осы Еуропадағы жаппай жаңағы қарулардың көбеюі, мемлекеттердің өзара бақталастыққа келуі сол кезіндегі Францияны да алаңдатып отырды. 1870-1871 жылдар аралығында болған Франк-Прус соғысы нәтижесінде біз білеміз, Франция Эльзас пен Лотарингиядан айырылып қалған еді. Енді кезекте Францияның сол кезіндегі президенті Раймон Пуанкаре жаңағы халықтың алдындағы жалынды сөздер арқылы бұл екі аймақты мемлекеттің, яғни Францияның қарамағына қайтарамыз деген ұран тастайды. Бірақ та Еуропадағы ірі мемлекеттер бір-бірімен ашық қақтығысқа түспей отыр. Бұл ашық қақтығысқа түсудің бірден бір себебі ретінде біз 1914 жылғы
28 маусымдағы Сараеводағы оқиғаны атаймыз. Дәл осы күні сербтердің ұлтшылы Гаврила Принцип сол кезіндегі Австрия, Венгрияның тақ мұрагері экс-герцог Франц Фердинандты өлтіреді. Және де оның әйелі де Мария Пешек те осы жаңағы қақтығыста қайтыс болды. Енді кезекте бізде Австрия-Венгрия не істейді? Австрия-Венгрия жаңағы өзінің одақтасы Германиямен ақылдаса келе Сербияға ультиматум жібереді. Және де талап етеді. Барлық ұлтшылдық жаңағы қоғамдық ұйымдар болсын, немесе жасырын ұйымдар болсын, олардың барлығы ұсталыну керек, олар жазалану керек. Жаңағы осы Франц Фердинандтың ісіне байланысты іс қозғалу керек, айыптыларды жауапқа тарту керек дейді. Жаңағы Сербия, басқа да еуропалық мемлекеттер, әсіресе Ресей империясының аражігімен бұл келісімдердің почти барлығын орындауға келіседі. Тек қана бірақ қана жаңағы келісім ішіндегі пункт Сербия үшін жаңағы келісімсіз болған еді. Ол Австрия-Венгрия әскерлерінің, яғни полициясының осы Сербияның аумағына кіруі болды. Көп ұзамай жаңағы Австрия-Венгрия көріп отыр, Сербия оның барлық талаптарын орындамайды. Соған байланысты 1914 жылдың 28 шілдесінде Австрия-Венгрия Сербияға соғыс жариялайды. Және де бұл жаңағы соғыс жариялау ол эффект домино сияқты болды. Өйткені аздаған уақыттың ішінде еуропалық мемлекеттер бір-біріне қарсы соғыс аша бастады. Мысалы, біз жаңағы айтып кеткендей, Австрия-Венгрия Сербияға соғыс ашады. Жаңағы Сербияның одақтасы болған сол кезіндегі Ресей Австрия-Венгрияға соғыс ашады. Германия Австрия-Венгрияның одақтасы, ол Ресейге соғыс ашады. Кейіннен Францияға соғыс ашады. Англия болса, жаңағы Францияның одақтасы, енді ол Германияға соғыс ашады. Осылайша бүкіл Еуропаны қамтыған бірінші дүниежүзілік соғыс басталып кетті. Енді кезекте бізде осы жерлерде болған Бельгия мемлекеті өзінің бейтараптығын ұстауға жаңағы атсалысқан еді. Бірақ та оның бұл істері ешқандай да бір нәтиже бермейді. Енді кезекте біз осы соғыс қалай болды, оның барысы қандай болды, соған тоқталайық. Германия бірінші дүниежүзілік соғысқа дейін арнайы жоспар ұйымдастырған еді. Ол Шлиффен жоспары. Бұл Шлиффен жоспарына сәйкес Люксембург пен Бельгия арқылы неміс әскерлері жаңағы Францияның аумағына басып кіру керек еді. Осылайша бізде жаңағы Шлиффен жоспары аздаған уақыттың ішінде Германияның Францияға қарсы соғыстағы жеңісінің кепілі болу керек болатын. Бірақ та Шлиффен жоспары бірінші ірі шайқас Марнада бірден күйреуге ұшырайды. Себебі Марна деген өзеннің бойында француз әскерлері немістердің алдыға қарай жылжуын тоқтатады. Осы кезінде шығыс майданда не болып жатыр? 1914 жылдың тамыз айында шығыс Пруссия мен Галицияға Ресей әскерлері шабуыл жасайды. Оларды екі генерал басқарады. Біреуі Самсонов, екіншісі Рененкамф деген. Осы екі Ресей әскері жаңағы Германияның аумағына шабуыл жасап, ол жерлерді жаулап алу керек еді. Бірақ та Мазурс деген шайқаста жеңіліске ұшыраған орыс әскерлері тез арада кері шегінуге мәжбүр болады. Сол кезіндегі орыс әскерлерін басқарған Самсонов, енді мен патшаны жаңағы алдындағы өз борышымды өте алмадым, мен патшаға опасыздық жасадым деген өз-өзін айыптайды да өзін-өзі атып жібереді. Осыдан кейін Ресей әскерлері көбінесе жаңағы қоршауда қалады, немесе кері шегініп үлкен бір жаңағы тұтқындарды неміс тарапына береді. Еуропада осындай бір соғыстар болып жатқан кезде 1914 жылдың тамыз айында Азиядағы сол кезіндегі ірі держава болған Жапонияда бірінші дүниежүзілік соғысқа араласады. Бірақ та ол араласады бізде Антанта жағында. Ол Германияға қарсы соғыс ашады, және де Германияның осы Қытай аумағындағы ірі орталығы болған Циндао мен Шандун түбегін басып алады. Сонымен қатар Тынық мұхитындағы Германияның отарларында иеленеді. Осылайша ол Тынық мұхит пен Шығыс Азияда өз ықпалын кеңейте түседі. Енді кезекте біздің жаңағы Антантаның мүшелері, яғни Англия болсын, Франция болсын, Ресей болсын, олар не істейді? Англия, яғни Ұлыбритания бірінші кезекте бүкіл Германияның жаңағы теңіздегі шекараларын қыспақ қалады. Былайша айтқанда бізде блокада басталады. Ағылшын кемелері жаңағы материктегі Германияға бірде-бір сырттан
тауар тасыған кемелердің келуіне мүлдем шектеу қойылады. Және де егер неміс кемелері жаңағы Германияға келе жатқан жағдайда оларды жол бойында тоқтатып, тауарларын конфискацияға ұшыратып, ал экипаж мүшелерін тұтқынға алатын болған. Сонымен қатар біздің жаңағы ағылшын әскерлері сол кезеңдегі Германияның жаңадан одақтасы болған Осман империясына да қарсы соғысты бастайды. Нәтижесінде бізде Палестина жерлерінде, Месопотамия жерлерінде ірі қақтығыстар болады. Бұл жердегі қақтығыстардың бірден бір себебі жаңағы Англияның Үндістанмен байланысын жаңағы ажырамастай бір жасату керек еді. Енді кезекте осылайша 1914 жылы аяқталды. Бізде Марна түбінде неміс әскерлері жеңілген болатын, орыс әскерлері шығыс Пруссия мен Галицияда жеңілді, жаңағы Англия, Месопотамияда өзінің әрекеттерін бастады, Жапония Тынық мұхитындағы неміс отарларын басып алды. Енді кезекте біз бірте-бірте 1915 жылға келдік. 1915 жыл басталғаннан кейін Германия мен Австро-Венгрия өзара мынандай бір келісімге қол қояды. Келісім бойынша, яғни жоспар бойынша, олар тез арада Ресейге қарсы әрекет жасап, Ресейді бірінші дүниежүзілік соғыстан жаңағы шеттетуді мақсат еткен болатын. Осындай бір мақсатпен олар өз әскерлерін шығыс майданда жаңағы жинастырып, Польша, Галиция және Литва аймақтарын басып алады. Ресей әскерлері ары қарай шегінеді. Сонымен қатар батыс майданда 1915 жылы сәуір айында жаңағы Германия алғаш рет Ипр деген шайқаста химиялық қару қолданды. Бұл кейіннен бізде иприт деген химиялық қарудың атауымен белгілі болған. Сонымен қатар Германия алғаш рет сүңгуір қайықтарды да су астында қолданды, және де бізде Атлант мұхитында су асты соғысы басталған болатын. 1915 жылы біздің жаңағы Антанта мемлекеттері Англия тегеурінді дипломатияның арқасында Италияны өз жағына тартып алады. Сұрақ туындайды, бізде Италия не істеп жүрді бұғанға дейін? Неге ол 1914 жылғы оқиғаларды айтқан кезде біз оны мүлдем айтпадық? Себебі 1914 жылы Италия әлі де болса бейтараптық саясат ұстанып отыр. Ол ешқандай да бір мемлекетке соғыс ашпады. Бірақ та өзі кіріп отырған үштік одақ, яғни Германия және Австрия-Венгрия мен оның арасында бақталастықтар болды. Неге десеңіздер, Австрия-Венгрияның құрамындағы екі аймақ, Тироль мен Триест, жаңағы бұрыннан бері Италияның территориялары болған. Бірақ та олар қазір Австро-Венгрияның қол астында. Бүкіл Италияны біріктіруді ойлаған біздің король Виктор Эммануил деген кісі енді кезекте Австрия-Венгрия мен осы аймақтар үшін жаңағы өз араларында тартыс болған еді. Бұл тартысты көріп отырған Англия жаңағы Италияға мынандай бір сөз береді. Давай, сен біз жаққа қосыл, біз саған Тироль мен Триесті қайтарамыз, сонымен қатар біз саған еще ақшалай көмек береміз дейді. Осылайша Италия 1915 жылы үштік одақпен барлық келісімдерін бұзады да Австрия-Венгрияға және келесі жылы 1916 жылы Германияға қарсы соғыс ашады. Осылайша бізде 1915 жылғы да оқиғалар аяқталған болатын. Нәтижесінде бізде шығыс Еуропада, яғни шығыс майданда Галиция, Польша, Балтық теңізінің жағасы толығымен неміс және Австро-Венгрлердің қол астына өткен болатын. Ең алғашқы рет химиялық қару қолданылды. Сонымен қатар жаңағы Италия бізде Австро-Венгрияға соғыс ашты, және де алғаш рет су асты соғыстары басталған болатын. Енді біз бірте-бірте 1916 жылға келдік. 1916 жылы Германия жаңағы Францияның астанасы Париж қаласын басып алуды көздейді. Жаңағы Марна жеріндегі біздегі француздардан жеңілістен кейін немістер енді кезекте бар күшін Париждің алдында тұрған, яғни шығыс жағында тұрған Верден деген қамалға жұмсайды. Олар бұл қамалды неше түрлі снарядтармен атқылайды. Жаңағы француздар енді кезекте Марнадағы өзінің әскерлерін Верденге жіберуге мәжбүр болады. Ақыры бізде жаңағы бірнеше айлардың ішінде миллионнан адам қайтыс болды да, бұл қырғын Верден қырғыны деп аталып кетті. Сонымен қатар 1916 жылы бізде Сомма деген шайқас басталды. Бір жақта бізде ағылшындар мен француздар тұр, екінші жағында немістер тұр. 1916 жылы басталған бұл шайқас нәтижесінде, Сомма шайқасында, яғни
ағылшындар алғаш рет танк қолдана бастады. Кейіннен барлық соғысушы мемлекеттер, ол Франция болсын, ол жаңағы Англия болсын, ол ақш болсын, ол Ресей болсын, ол тіптен Германия болсын, осындай танкілерді қолдануды өз алдарына мақсат ретінде қойған болатын. Жаңағы Вердендегі шайқастар, Сомадағы шайқастарды көріп отырған енді ағылшын және француз үкіметі Ресейден көмек сұрайды. Ол айтады, пожалуйста дейді, бізге көмегің керек деді. Көмегің қалай керек? Сен давай шығыс майданда бір әскери операция жаса, пусть немістер жаңағы өз әскерлерінің біраз бөлігін шығысқа жіберсінші деп. 1916 жылдың жазында орыс әскерлерінің қолбасшысы генерал Брусилов шабуыл жасайды. Ол неміс және австриялық күштерді әлсіретеді және батыстағы майданға көмек береді. Өйткені батыстағы резервтер енді шығысқа жіберілген болатын. Бірақ та бұл жаңағы Брусиловтың шабуылы ешқандай да бір нәтиже бермейді. Көптеген даже мыңдаған орыс әскерлері тұтқынға түседі, ал операция сәтсіз аяқталады. Енді кезекте бізде мынандай бір жағдай қалыптасып отыр. Шығыс майданда көптеген бұрынғы Ресей империясының территориялары әлі де болса Германияның, немесе Австро-Венгрияның қол астында. Брусилов шабуылы бізде ешқандай да бір нәтиже бермеді. Ақыры халықтың жаңағы патша үкіметіне деген сенімсіздігі туады. 1917 жылы әбден қалжыраған Ресей империясының халқы жаңағы революция жасайды. Бұл бізде тарихта ақпан революциясы деген атпен белгілі болады. Революция нәтижесінде бізде Романовтар әулеті құлайды. Оның орнына қос үкімет орнайды. Біз білеміз, біреу уақытша үкімет, екіншісі жұмысшы солдаттардың кеңесі деген. Алдымен билікті уақытша үкімет алған болатын, олар соғысты ары қарай жалғастырады. Кейіннен қазан айында тағы да бір революция болады да, кеңес үкіметі билікке келіп, олар толығымен жаңағы Ресейдің бірінші дүниежүзілік соғыстан шығуына себепкер болады. Ресей соғыстан шығып кетті. Енді кезекте Англияға және де Францияға, Жапонияға және сонымен қатар Бельгияға, Италияға тағы да бір одақтас керек болды. Ақыры 1917 жылдың 6 сәуірінде бізде бірінші дүниежүзілік соғысқа ақш араласады. Дәл осы күні ол Германияға соғыс жариялайды. Және де көп ұзамай батыс майданға бізге 2 миллионнан астам америкалық әскерлер келе бастайды. Шығыс майданда не болып жатыр енді? 1918 жылға қарай жаңағы кеңес үкіметі бір жағынан, екінші жағынан Германия, Австро-Венгрия, Болгария және де Осман империясы өзара келісім жасасуға жаңағы бір-біріне ант береді. Осылайша бізде 1917 жылы аяқталды. 1917 жылы бізде яғни ақш соғысқа кірісті, бірақ Ресей соғыстан шығуға мәжбүр болды. Енді кезекте біз 1918 жылға келеміз. 1918 жылдың 3 наурызында Ресей мен Германия арасында Брест-Литовск деген бітім шартқа қол қойылады. Бұл келісімге сәйкес Ресей бір қатар аймақтарын жаңағы Германияға, Австро-Венгрияға және де Осман империясына беруге мәжбүр болады. Мысалға, Литва, Курляндия, Лифляндия, Исляндия, Белоруссия Германияға қарайды. Карс, Ардаган, Батуми аймақтары Туркияға, яғни Осман империясына беріледі. Сонымен қатар 1918 жылдың 27 тамызында Ресей мен Германия арасында қосымша өзара келісім жасалып, екі ел арасындағы бұрынғы саяси және экономикалық байланыстар реттеле бастады. Осылайша бізде Ресей, бұрынғы Ресей, немесе ендігі кезекте айтсақ, кеңес үкіметі толығымен бірінші дүниежүзілік соғыстан шығады. Ал батыс майданда не болып жатыр? Батыс майданға америкалық әскерлер келіп жатыр. Антанта күштері бірнеше есе көбейе түсті. Германия енді кезекте ең соңғы бір шайқасын орындауға мәжбүр болады. Бірақ та одан да еш нәтиже шықпайды. Ақыры 1918 жылдың қыркүйек айында біздің Германияның одақтастары, ол Болгария, ол Австро-Венгрия, ол Осман империясы соғыстан шыға бастайды. Нақтырақ айтсақ, 29 қыркүйек күні бізде Болгария соғыстан шығып кетті, 30 қазан күні Түркия соғыстан шықты, 3 қарашада Австро-Венгрия соғыстан шығуға мәжбүр болады. 1918 жылдың 9 қарашасында сол кезіндегі Германияның басшысы болып тұрған 2-ші Вильгельм мемлекеттен қашады.
Германиядан қашты. 2 күннен кейін 11 қарашада Германия Кампен орманында сол кезіндегі француздардың қолбасшысы Фердинанд Фош деген адамның вагонында бітімге қол қоюға мәжбүр болады. 1918 жылдың 11 қарашасының, яғни 11 айдың сағат 11:00-де батыс майданда жаңағы мылтықтардың атылуы, зеңбіректердің атылуы тоқтатылады. Осылайша бізде бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Енді кезекте сіздерге бір керемет мүмкіндік жайлы айтқым келеді. Егер сіздер қазір біздің курсқа жазылсаңыздар, сіздер жаңағы арнайы бір жоспар арқылы, арнайы бір тесттер арқылы, видео сабақтар арқылы осы мұғалімдерге арналған тесттерге дайындала аласыздар. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін осы номерге хабарласыңыздар. Және де егер жаңағы оқу барысында және де тест тапсырған кезде тесттен өтпей қалсаңыздар, курс сізге толығымен 100% ақшаңызды қайтарып береді. Және де егер қазір хабарласқан болсаңыздар, онда сіздер жеңілдік алуға үлкен шанстарыңыз бар. Ал біз енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді кезекте бізде бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. Жеңген мемлекеттер және жеңілген мемлекеттер барлығы да 1919 жылдың 18 қаңтарында Парижде жиналды. Біздің жаңағы жеңген мемлекеттер енді кезекте не істеу керек? Барлығы да жеңілген мемлекеттерге ауыр талаптар қою керек. Ол талаптар қандай болған еді және оларды кім қойды? Бірінші кезекте біз осы Париж конференциясы туралы айтқан кезде үлкен үштікті атаймыз. Олар ақш-тың президенті Вудро Вильсон, Францияның премьер-министрі Жорж Клемансо және Ұлыбританияның премьер-министрі Дэвид Ллойд Джордж болатын. Бұлар үлкен үштікті құрады. Сонымен қатар бұл конференцияда Италияның сол кезіндегі премьер-министрлі Орландо да қатысты. Бірақ та оның бұл жаңағы конференцияда ықпалы өте аз болатын. Барлығын осы үштік шешіп отырды. Париж конференциясының негізгі міндеттері қандай болды? Ол соғысты, яғни бірінші дүниежүзілік соғысты қорытындылау, жаңа халықаралық қатынастар жүйесін құру, жеңген елдер мүддесіне сәйкес аумақтарды бөлу, жеңілген елдердің әскери күшін шектеу және де репарация мәселесін шешу болатын. Германиямен бізде Версаль келісіміне қол қойылды. Германия өзін бірінші дүниежүзілік соғысты бастаған мемлекет ретінде мойындады және де үлкен мөлшерде репарация төлеуге міндеттелген болатын. Сонымен қатар Германия бізде Австрия, Чехословакия, Польша сияқты мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындайды. Ол көптеген өзінің территорияларын айырылады. Дәлірек айтсақ, Эльзас пен Лотарингия Францияға қайтарылады, Померания, Познань, Жоғарғы Силезия Польшаға беріледі, Шлезвигтің солтүстігі Данияға берілді, жаңағы Бельгияға Мальмеди, Морена, Эйпен қайтарылады. Германия сонымен қатар Азиядағы және Африкадағы, мысалы Азияда біз білеміз ол Шандун түбегі болған, аралдар болған болатын. Африкадағы Камерун, Того, Танганика сияқты өзінің отарларынан айырылып қалды. Сонымен қатар Германияның әскері 100 мыңға дейін қысқартылды. Осыдан кейін Германия соғыс үшін қолданылатын ұшақтар, танктер, ауыр машиналар, сүңгуір қайықтар, кемелер жасауға оған тыйым салынған болатын. Сонымен қатар Германияның одақтастарының да жағдайы мүшкіл болды. Мысалға, Австриямен 1919 жылы Сен-Жермен келісіміне қол қойылды. Сен-Жермен келісіміне сәйкес Австрия-Венгрия мемлекетінің ыдырауы ресми түрде бекітілді. Австрияның Германиямен бірігуіне, яғни аншлюзына тыйым салынды. Австрияның қарулануына шектеу қойылып, әскер саны азайтылды. Австрия репарациялар төлеуге міндеттелді және де оңтүстік Тироль аумағы Италияға берілген болатын. Екінші бір мемлекет бізде Болгариямен Ней деген келісімге қол қойылды. Ней келісіміне сәйкес оңтүстік Добруджа аймағы Румынияға берілді, батыс Фракия Грекияға берілді. Сонымен қатар Болгария Румынияға, Югославияға және Грекияға өз аумағының бір қатар бөліктерін беруге мәжбүр болған болатын. Венгриямен бізде Трианон келісіміне қол қойылды. Трианон келісіміне сәйкес Словакия мен Украиналық Закарпатия аумақтары Чехословакияның құрамына кіреді. Хорватия жері Югославияға берілді. Трансильвания аумағы Румынияға берілді.
Венгрия енді кезекте қарулана алмайды, және де оған ауыр артиллерия мен танкілерді жасауға тыйым салынған болатын. Бізде Венгрия репарациялар төлейді, және де ол тек шағын санды әскер ұстауға мәжбүр болады, және де оның әскері тек жеңіл қару-жарақпен ғана қамтамасыз етіле алды. Осман империясымен 1920 жылы бізде Север деген келісімге қол қойылған болатын. Осман империясы бізде жеңілген мемлекеттердің қатарында болды, және енді кезекте бұғаздарға халықаралық бақылау орнатылды. Дарданелл және Босфор бұғаздары ұлы державалардың өкілдерінен құралған халықаралық комиссияның бақылауында өткен болатын. Бұл жерде айтып отырған ұлы державалар олар Ұлыбритания, ақш және де Франция болды. Осман империясы және түрік жерлерін бөлуге байланысты шешімдер қабылданды. Енді кезекте Осман империясының, яғни Турцияның территориялары Италияға, Грецияға берілу керек еді. Бірақ та көп ұзамай 1923 жылы Лозанна келісіміне сәйкес Турцияның біртұтастығы сақталып қалған болатын. Сонымен қатар бізде түрік әскерлерінің саны қысқартылды, және де олар тек қана мемлекеттің қорғанысына ғана жұмсаған болатын. Ешқандай да бір танк болсын, ауыр машина болсын, артиллерия болсын, немесе де кемелер болсын жасауға тыйым салынды. Осы Париж бейбіт келісімі конференциясы кезінде бізде Ұлттар лигасы деген халықаралық ұйым құрылды. Ол бүгінгі таңда жұмыс істеп отырған Біріккен ұлттар ұйымының прототипі болды. 1914 жылы құрылған Ұлттар лигасының құрамына алғаш кезде 44 мемлекет кірген еді. Бұл лиганың мақсаты мемлекеттер арасында бейбітшілік пен ынтымақтастықты орнату, агрессор елдерге қарсы санкциялар қолдану болатын. Ұйымның басты органдары ретінде ассамблея, лига кеңесі және хатшылық болған болатын. Хиджаз болсын, Польша болсын, Чехословакия болсын, осы Ұлттар лигасының қалыптасуына өздерінің үлестерін қосқан болатын. Ал жеңілген мемлекеттер олар Германия, Осман империясы, Австрия, Венгрия, Болгария және сонымен қатар Ресейдің орнына енді ғана құрылып келе жатқан кеңес билігі осы Ұлттар лигасының құрамына алғаш кезде кірген жоқ болатын. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталып, Париж бейбіт конференциясында бізде сол кезеңдегі ақш-тың президенті Вудро Вильсон мандаттық жүйе дегенді енгізеді. Мандаттық жүйе дегенне ол жеңілген мемлекеттердің отарларына бақылау орнату болатын. Сәйкесінше бізде Ұлыбритания, Палестина, Ирак, Трансиордания, Танганика, Того, Камерунның бір бөлігін иемденеді. Франция болса Ливан, Сирия, Того және Танганиканы иеленеді. Бельгия, Руанда, Урундиді иеленді, ал Жапония болса Маршалл аралдары, Мариан аралдары және Каролин аралдарын иемденген болатын. Бірақ та ақш Париж бейбіт конференциясының кейбір тұстарымен келіспейді. Соған байланысты 1921-1922 жылдары Вашингтон конференциясын шақыртады. Вашингтон конференциясында бізде сол кезіндегі үш мемлекет, ол ақш, Ұлыбритания және Франция, сонымен қатар Голландия, Италия, Жапония, Қытай өкілдері қатысты. Нәтижесінде бізде үш түрлі келісімге қол қойылған болатын. Ең бірінші келісім ол төрттік келісім, немесе төрт держава келісімі. Бұл келісімге сәйкес ақш, Ұлыбритания және Жапония и Франция Тынық мұхиттағы арал иеліктеріне кепілдік алды. Яғни осы мемлекеттер немесе басқа мемлекеттер Тынық мұхитындағы өз отарларына басқа ешқандай да бір мемлекеттің қол сұқпауына кепілдік алған болатын. 5 держава келісіміне сәйкес Жапония, ақш, Ұлыбритания, Франция және Италия теңіз қаруын қысқартады. Бұл 5 держава келісім нәтижесінде бізде Жапонияның қиыр шығыстағы беделі өсті, өйткені ода флоты ұлғая түскен болатын. Ал 9 держава келісіміне сәйкес Қытайдың тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы сақталып қалған болатын. Осылайша бізде бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлем күрт өзгеріп кетті. Бір жағынан бізде ірі державалар, ақш болсын, ол Ұлыбритания болсын, ол Франция болсын, күшейе түскен болатын. Германия, Еуропадағы көптеген мемлекеттер, КСРО әлсіз болған болатын. Сонымен қатар бірінші дүниежүзілік соғыс нәтижесінде осы
жеңген державалардың антантаның өзара келісу жаңағы өзара бүкіл байлықты болсын, бүкіл аумақты болсын өздері ғана иемденуі көптеген мемлекеттердің осы бір келісімнен таса қалуына әсер еткен болады. Мысалға ол Жапония болды, ол Италия болды. Бұл мемлекеттер бірінші дүниежүзілік соғыстың алдында күткен жаңағы нәтижелерін ала алмады. Тіптен Италия бізде жеңген мемлекеттердің арасында жеңілген мемлекет ретінде танылып қалды. Неге десеңіздер, ол өте аз мөлшерде репарация алды, және де жер дегенде тек қана оңтүстік Тирольді алған болатын. Бұл болашақта Италиядағы әскерилердің билікке келіп, мемлекетте тоталитарлық режимнің орнауына себепкер болды. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.